Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге қазақ тілі 6 сынып Арман ПВ баспасы ұлт болашағы қыз ұлт намысы тақырыбын өтетін боламыз. Барлық тапсырмалар жауабымен видеоны көбісі тіркелмей, лайк баспай көреді екен. Сол үшін алдағы уақытта егер бұл қайталана беретін болса, видео шықпайтын болады. Сол үшін сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Видеоға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Кеттік, тапсырманы бастайық. Мәтінді оқып, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар дейді. Және бұл жерде мәтін бойынша жалпы жұмыс жасау керек. Екінші тапсырмада өлеңде екпіннің қандай түрлері кездеседі, кестеге түсіріңдер дейді. Яғни мына мен жастарға сенемін деген Мағжан Жұмабаевтың өлеңін оқу арқылы мына жауабын мына жерде көріп тұрса, сөз екпіні бізде айбатты, қайратты, қанатты, ой екпіні ар, жастарға жалын, дыбыс екпіні сенемін, балапан, тіркес екпіні көк аспан. Және мына бірінші сұрақтың тапсырманың жауабы мына жерде берілген. Қазақ халқы қыз болашақ ана, шаңырақтың берекесі деп оны тәрбиесіне баса мән берген. Сол үшін де ұлттың намысы болып саналады. Мәтінде барлық екпін түрлері қамтылған деп мына сұрақтарға жауап беруге болады. Келесі, жоғарыда берілген өсиетті негізге алып, қыз бала туралы 5 тармақ тәсілмен 5 жолды өлең құрастырыңдар. Біріншісі қыз бала, зат есім, екінші сын есім айту керек, екі сын есім. Қыз бала сұлу, ақылды. Үшіншісі етістік болу керек, үш сөз жалғастырады, қуаттандырады, құлпырады. Яғни мына жердегі Әзілхан Нұршайықовтың айтқан сөзіне байланысты негізге алып отырмыз. Және төртінші, төрт сөзден тұратын сөйлем. Қыз бала нәзік гүл секілді ерекше жаратылыс. Және бесіншісі синоним болу керек. Қыз балаға байланысты ол әлем деп алдық. Төртінші тапсырма. Орфографиялық және пунктуациялық қателерді түзетіп көшіріп жазу керек. Мына жерде мысалы отбасы деген бөлек жазылған. Бізде отбасы деп бірге жазылу керек. Сыйластық, жарастық орнаған орта. Отбасының басты қызығы алтын діңгегі бала. Міне дәл осылай көшіріп алсаңыздар, бұл дұрыс жауабы астында берілген. Келесі, екі топқа бөлініп тапсырманы орындаңдар. Үйлеріңе қонақ қариялар келді делік. Қыз балалар қонақтарды қалай күтеді? Ұл балалар ше өз әрекеттерін ортаға салған. Ұл балалар қолға су құйып батасын алады, бірге шахмат ойнап, ақыл тыңдайды. Немесе басқа да не істеу мүмкін? Бірге түрлі тақырыптарда әңгіме айту мүмкін. Қыз балалар қарияларға шай беріп батасын алады, ақыл кеңестеріне құлақ түреді. Ұл балалар да қыз балалар да ақыл кеңестерін тыңдап батасын алады деп айтуға болады. Бесінші тапсырма, мен қандай баламын тақырыбына сипаттамалық эссе жазу керек. Осы жауапты дәл осылай көшіріп алу міндетті емес, бірақ осыған ұқсас етіп алуға болады. Мәселен, мен өте ақ көңіл, ашық адаммын, бірақ кейде біреу ашуыма тисе, тез ренжіп немесе ұрысып кетуі мүмкін. Маған бос уақытымда телефон қараған, ойын ойнаған, достарымен қыдырған қатты ұнайды. Менің достарым өте көп, оларға қатты сенемін. Үйде отбасылық бас қосулар болған кезде үнемі әкем мен анам тәтті тағамдар дайындап, біз үшін барлығын жасайды. Мен де қолымнан келгенше үлгілі бала болуға тырысып бағамын. Себебі олар маған мықты тәрбиелерін берді. Мен сол айтқан ақылдар мен тәрбиелеріне сай болып, өскенде мықты тұлға болғым келеді деп мысал ретінде жазуға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қойыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.